шешем 2006 жылы дүниеден өтті. Одан кейін атам қайтыс болды деген сияқты. Алла Тағала біздің отбасын жаңағыдай адам өлімімен көп сынады. Бір жағынан Хемингуэйдің сөзімен шын жазушы шын талант жетімдерден шығады деген сияқты әңгіме. Осындай тағдырдың өзі мені осы өлең жазуға алып келген сияқты болып тұрады кей уақытта. Бауыржан Халиолла Ергенұлы 1979 жылы 24 қарашада Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Қособа ауылында туған. 2001 жылы Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. Жұмбақ қыздың жанары, нәзік бұлт көшіп барады. Жұлдыз жауған жарық түн атты жыр жинақтар жарық көрді. Халықаралық республикалық айтыстардың жеңімпазы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. 87 жылы 8 жасқа толмас шағымда әкем дүниеден өтті. Жалпы мен басымнан тағдыр сипай қойған жоқ, өйткені 87 жылы әкем дүниеден өткен болса, 90 жылы мені бауырына басқан өзімнің әжем дүниеден өтті. Өз тағдырын өз өлеңінде жырлағандай, бұл енді әке мен шешенің жылуынан ерте қалған, сөйтіп келіп қалаға, мынау даладан қалаға интернатқа келіп оқыған жігіт қой. Балалық күнін интернатта өткен, жастық күні сол елде өткен. Әжем дүниеден өткеннен кейін мен ешкімге керексіз болып қалғандай сезініп, сол жатақханаға кеттім. Мүмкін кейбір жағдайда таспауырлау болып кететін де сол шығар. Бауыржан табиғатқа өте жақын бала болып ержетті. Ойы бостан, табиғаты тентек қара бала құстарға тыныштық бермейтін. Бау-бақшаны егу менің ойымда болды. Одан кейін не бәлекет тышқан аулау, күзен аулау деген сияқты. Ақшаға тиетін жыртқыш аңқұстың бәрін аулау менің ойымда. Есімді білер-білмес шағымда тоққа соғылдым. Балалық қой, кішкентай отырғыш газетке екісімді ұстап алып тұрып, сол тоққа жабысып тұрған жерінен әжемді құтқарып қалған. Бүкіл тұла бойымды күйік шалып, оң қолым тұрып, көп ешкім байқамайды, өзім бүйтіп көрсетпесем, мына қолым түгел жабысып қалады. Бала ақынның қалжыңы да өзге балаларға ұқсамайтын. Жеңгесін жыланмен қорқытамын деп, өзінің өмірі қорқынышты түске айналып кете жаздады. Ұмытпасам 6-7 оқимын. Жыланның жағымда екенін білмеймін. Жыланды ұстап алып, қышқашпен жаңағы тісімді суырсадым да, енді шақпайды, шақшада уы жоқ деп ойлап. Соны үйдегі жеңгемді басқа балдарды қорқытамын деп ойнап алып келатқан жаңағы. Тура ортаның саусағына шағып, сол уы жайылып бүкіл қолымды шайлап күп болып ісіп кетті. Мерекенің қарсаңында Наурыз мейрамына ем қабылдауға мүмкіндік болған жоқ. Содан кәдімгі қазақы ем ашыған айғанға салып, 2 күн бе 3 күн бе сол жыланның уын қайтардық. Ер кезегі 3-ке дейін дейді. 2 ажалдан аман қалған бала ақынды одан да қорқынышты жазым күтіп тұр еді. Одан кейін 8 оққанда оңбай осы атқа сүйретілдім. Қыс бойы мініп шыққан құлын жиеніме атаған құлын еді. Соны жездем келіп соны алып кетем деп қоймай қолқалап маған мініп берші деді. Қақпаны ашып қалғанда солы кеткеннен тулап ала жөнелді. Тұла бойымды алып шығып, бүкіл иығым, нем, саусағым түгел сынықша емдеп. Бауыржан өлеңге деген қабілетімен есте қалды деп айта бердім. Оны мұғалімдер де ерте аңғарды сол оқушы кезінде.
жаңағы осындай өзі шынашақтай болса да өлең жазады екен. Осы баланың тауда екен, қарап көріңізші деген өтініштер де болды. Шынында да енді ол кезде өте дараланып тұрмаса да, мынау өлеңге деген ықыласы ерекше. Сондықтан мен Бауыржанның талантына сол оқушы кішкентай кезінен сендім деп айта аламын. Бесінші класстан бастап мектептегі Хабар газетінде ылғи өлеңдерімді шығарып қоятын. Одан кейін 10-шы класстан бастап үлкен бір топтамам шықты облыстық газетке. Сіздің үй көк бояулы темір қақпа, кешкілік бүлке қағып сол бір жаққа, атыңды бормен сызып кететінмін, толтырып тор жәшік не бір қапқа. Үйде жоқ деген не сенушімек, бөлмеңде екеніңді білдіретін білтелі балаушам өлімсіреп. Талықсып таң атқанда ағараңдап, сұлу ән сызылтамын саған арнап. Сол кезде жындакеңді оятатын қағылез қаннен ақтөс шабалаңдап. Даусымды одан сайын соза баптап, тығылам сіміріп ап бозанап бақ. Ауғаннан ауыш болып қайтқан әкең, шығатын мылтық ұстап көз алақтап. Сен үшін әлемдегі ең аяулы адам, дәл көздеп атуға да аянбаған. Боқтайтын жет атамды жетімектеп, қызғанып пұшық құзын бай алмаған. Ей қалқам, заты бөлек зарлы жырым, менімен атта сенді жалғыз ұлың. Сол бала махаббаттың пәктігіне жетпейді осы күнгі бар қызығым. Қайтта кең, жалғыз тойын жатқа жасап, жазыпсың әжең атын тасқа қашап. Осы күн баға қалсам, ақ түсте жоқ, күйеуің күйеп жанып қақпан ашап. Бауыржанды Алматыға балалық қиялы жетектеп алып келді. Алматыға келе сала ең бірінші ол Есенғали Раушановты іздеді. Ұмытпасам 96 жыл болды, 95 бе, Қағалар Қасқалдақ деген қалың кітап шықты. Көп өлең жатқа білетін Есенғали. Өзім сүйіп оқитын ақын болғасын. Бір жағы балалық, жастық, батылдық ба. Сол бірден Исақаңды іздеп бардым. Қолымда облыстық газетке шыққан топтама өлең. Соны көрсетіп, Оралдан келдім. Сізбен танысайын деп келдім. Өзі сүйіп оқитын ақынның қалай қарсы алғандығы дәл бүгінгі күндей көз алдында тұр. Ол сенің өлеңің бе дейді? Иә, мен ешкімді ұрлаған жоқсың ба дейді. Алғашында жоқ. Онда сен үлкен ақын болайын деп тұрсың. Қазірдің өзінде ақынсың деп күлді де, бір адамға звондады. Саған қазақ поэзиясының үлкен ақыны бар, соның өлеңін басшы жалынға қалайда деп. Ұмытпасам, күні кеше ғана марқұм болған Диді Ахмет ағай, Әшімғали, Бауыржан Өтеулиев, Шәмші апай, бәрі түскі ас ішейін деп жатқан болу керек. Соны біраз әңгімелесіп, қанаттанып, шынымен ақын екенмін ғой деп. Сол балалықпен шығып, Казгуге емтихан тапсырып, Казгуге түстім. Сөйтіп жүргенде, бірінші курстың ортасына таман жаңағы топтама өлеңім шықты жалынға. Батыр болып, ақын болмау батырлыққа мін емес. Ал ақын болып, батыр болмаса, оны көрген күні күн емес. Менің білетін Бауыржаным Махамбет атасындай батырлық пен ақындықты қосақтап бір арбаға жегіп келе жатқан азамат. Олай дейтін себебім, кез келген қоғамдағы
болып жатқан оқиғаларға айтпауға болмайтын кезде Бауыржанның үн қатпай қалған кез жоқ емес. Мен Бауыржанды оқушылық кезінен білемін. Сәкен Сейфуллин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатта оқыды. Сол 90-шы жылдары мектепте сөз өнеріне баулайтын сабақ жүретін еді. Сол кезде көптеген шәкірттердің ішінен талантты Арғынғали екеуі ерекшеленіп көзге түсті. Сол жылдары өлең жаза бастады. 9-шы, 10-шы, 11-ші класста. Сол кездің өзінде үлкен ақындармен облыстық ақын айтысқа қатысып кеттім де, оқушылық желік деп ойладым ба, Казгуге түскеннен кейін ол айтысқа аса көп көңіл бөле қойған жоқ. Сөйтіп жүргенде тағы да Казгудің атынан студенттер айтысына қатысу керек. Оған шықтық, Жүрсін ағамыздың көзіне түстік. Қазақта әртүрлі жақсы ақындар бар. Жақсы ақындар біріне бірі ұқсамау үшін бірнеше қасиет керек. Екінші, ақында мінез болу керек. Бауыржанның мінезі Аллаға шүкір баршылық. Кейде ноқтаға басы сыймай жүреді. Міне осы екі қасиет өлеңінен де көрінеді Бауыржанның. Бердің келеге дейін осы айтысқа аса көп ниетімді болған жоқ. Айтысқа қояйын деген, айтысқа шыға қояйын деген. Әсіресе Фариза апай қатты қарсы болды. Сен бекер шықтың, мен сенен үлкен үміт күтіп жүрдім. Айтыс бұзат ертең сені деп. Есенғали әлі күнге саған бекер сенім арттым, сен айтысқа кетіп қалдың деген сияқты өкпесін айтып. Бірақ айналып келіп, жасыл жаманды кітап шығарып, жазып өлең жазып, әлі күнге өзімді жазбақпын деп есептеп қоям. Бауыржанның мен табиғатынан байқайтыным, бұл топырақтан берілген адалдық, тік мінезділік, сөздің Құдай тағаланың өзінің таңдайына салған сөзді ешқашан іркіп қалмайтындығы. Өкінішім өте көп. Керісінше сол өткен өтті. Одан да тәубеге келіп, келешекті қолға алайын деп, бәрін қойып деген сияқты, жаған жақты. Оңға солға кететін қадамды тыйып, шығармашылық кештерімді өткіздім. Елімізде, Алматыда, Сойыл күнігіші Атырауда. Көбіне мен айтып жатады, мінезсіз дейді, тентек дейді, адаммен сыйыспайды дейді, ішеді дейді, жейді дейді. Бірақ сөйте тұра менің қасымнан табылған достарым өте көп, қол ұшын созған ағаларым да өте көп. Айтып отырмын, Есенғали ағамыздан бастап, осы мақтанбай ақ қояйын, айтыс ақындарының ішінде Жүрсін ағамызға бірден бір сөзін өткізе алатын адам болса, тікелей де болсын, қалжыңдасып болсын, осы мен шығармын. Мінезі өр, кеуделі ақын екені өлеңдерден танылады. Өзінің көп кітабы да шыққан жоқ қой, 2-3 кітабы жарық көрді. Шығармашылық кештерін өткізіп отыр, солардың бәрін айтып жүрміз. Бұл және қазақтың мәйекті тілін бойына сіңірген, мына асфальттың үстінде ойнап өскен балалар емес, қазақ ауылдың тілін білетін, ескі сөздерді білетін, көп түсініктерді, ұғымдарды, ұлттық дәстүрлерді бойға сіңіргені өлеңдерінен көрінеді. Алматыға келсем, Жанарбек Әшімжан деген досымыз бар. Кешімді өткізуге де, алғашқы жыр жинағымыз шығуына да үлкен септігін тигізіп, әлі күнге тілектес, ниеттес болып. Сол Алматыдағы өткен кештің нәтижесінде бұл Қазақстан Жазушылар одағына мүшелікке қабылданды. Жұлдыз жауған жарық түн дейтін кітабының 3-ші кітабы жарық көрген. Алғашқы жанарының жарығы, одан кейін нәзік бұлт көшіп барады дейтін бұл кітаптардың барлығына да біздің әдеби сында, әсіресе әдебиеттегі айтулы ағаларымыз үлкен бағасын берді. Сырт көзге суықтау көрінетіні рас, шынында да Бауыржанның. Бірақ мен оның ішкі әлемінде талай, мысалы, күйзелістердің де, қайғы қасіреттің де орын алып тұратын сезуге болады.
ол әрине мысалы айтады ғой енді бүкіл әлемдегі жаңағы болып жатқан оқиғалар ақын жүрегі арқылы өтеді деп. Бауыржан алғаш қаланың қызына ғашық болды. Бір адамды ессіз құлай сүюдің қандай болатынын көрді. Сезімнің барлығы өлең болып өрілді. Махаббат бар ғой енді, жоқ болса. Менен бір адамды құлай сүйсем, басыммен кетіп қалатын адам. Бүкіл дүниені ұмытып, әлемді ұмытып, сосын кейде қорқам болса ғашық болды. Жойдың атудан. Ақынның Алматыны бір жолы тастап ауылға кетуіне өзінің алғашқы махаббаты себепкер болды. Қаланың қызы болды да, үй ішімен түгел қарсы болды маған. Мен жүруіне де ойбай, ол ақын екен, өнер адам екен, далада қаласын, олар тұрақсыз болады. Содан өзімше өш алған түрі. Қолын бір сілтеп Алматыға жүрсін. Енді Алматыға келмесім деп ауылға кетіп қалған. Бауыржан қызға хатты өлеңмен жазатын. Өзі алдына барғанда айта алмаған ойларын ғашықтық хаттармен жеткізді. Сені жаным сүйем деуші мәңгілік. Күн батқанда, атқан шақта таң күліп. Айқайласам қайталайтын атыңды, Алатауды жарып шығып жаңғырық. Енді бүгін ғашықтықтан жалығам, құлан құсап жеріп кеткен қағынан. Өкінбеймін мен қайта, сабылдырған жылдарымды сағынам. Бірге болу еді бізге бастарман, жібіткенсің жүрегімді тас болған. Еміренген екеумізден ұялып, қанша жұлдыз ағып түсті аспаннан. Жолынымыз кететіндей жолынып, ағыл тегіл өксіп іштей ұлыдық. Айдың өзі иығыңа қонақтап, ақ жүзіңді аймалайтын құнығып. Содан тағдыр қойды кенет қырсығып, жолымызды бөгей берді тіршілік. Қалып қойды кінәсі жоқ махаббат, қара түннің қойнында тұншығып. Ей шырағым, менде жүргем төс қағып, Ақырғанмын бақытымнан кеш қалып. Алматыға бару оңай деймісің, ертегіні еске алып. Бауыржан тек қана ақын ретінде, айтыскер ретінде ғана емес, өзі газет шығаратын редактор ретінде де айқын өзін танытты. Бұған дәлел болатыны, Батыс Қазақстан топырағында, Орал қаласында Айна дейтін бұл бір кезде тәуелсіз басылым шығарды. Біздің облысты ол кезде Бақтықожа Ізмұхамбетов басқарды, қазір Атырау облысының әкімі. Өте беделді танымал болған сонша апта сайын мені шақырып, менімен санасып отыратын газетке шыққан мақала сыннан кейін. Сол кезде өзім жақсы сөйлесетін, жақсы араласатын біраз азаматтардың жұмысын сынап, аяғын басып кеткен кезім болды да, көбімен арамыз салқын қатынас пайда болды. Бұл басылым белгілі мөлшерде енді Батыс Қазақстан облысы Ресеймен шекаралас аймақ қой. Сол өңірдегі ұлттық мәселелерге қатысты, әлеуметтік жағдайларға, саяси экономикалық ахуалдарға өз сәтінде жергілікті аймақтағы басқару билігінің жағдайына қарамастан сол елдің ашық
сол жерге баға беріп отырды. Ол жерде де әртүрлі пиғылдағы шығып жатқан ақпарат құралдары бар еді. Осыларға ұлттық бағыттан тосқауыл қойған, тілге, әсіресе дінге қатысты Бауыржан қатты үлкен күрестерге шықты. Сол газет 2 жылға жоқтап шығып келді. Өте ықпалды, өте беделді адамдардың кесірінен аяқ астынан жабылды, аяқ астынан. Мен үшін үлкен соққы болды, үлкен. Шын айтқанда, бір ай бойы үйден шыға алмай қалған кезім болды. Енді мен өзім бір таң қалғанымда осы Бауыржанның бертін келе ән жазғандар. Қазір тамаша әндер бар. Жүрсін Ерманның сөзіне жазылған тұсаукесер деген әндер, Шерлі шағала деген өзінің шығарған әні, сөзі де әні де өзінікі. Дәл осы кезде, дәл осы іңкәр қалада, дәл осы өзен, дәл осы шалғын жағада, оқшаулау елден оңаша оймен қалғанда, айналып ұшты аспанда жалғыз шағала. Іздейді кімді сыңар қайда мұңы тоқтан, кейуана құстың көзінен мұңлы сыры тоқтан. Өмірі өксіп өтетін жолы ғашық жандардың тағдыры неге осындай? Жалғыз ақ нәрсе, түзеу жүрсең, ғибадатыңды орындасаң, сол. Менің осы 36 жастағы ғұмырымда мен түсінген нәрсем осы деп. Басқа ешқандай қызық жоқ сияқты. Осы кезген дүниені шайқадық қой. Бір маңдайында мен шығатын адам болса, осы мен шығармын. Айтыспен де жазба поэзиямен де табан тимеген жер жоқ. Енді қазір өткен шаққа өкініп былай ете қойайын десең де қайтып оралмайды. Сондықтан алдағы күнге қалған ғұмырды енді түзу өткізсек екен деген ой ғой. Жындыны көрсең өзіңді жынды бола қал. Жауырын қарап, жұлдызбен ашпа жорамал. Ай кезбе-кезім барады айға өрмеліп, оятпа және тастамадым қыл орамал. Сырғиды көкке сыңарын іздеп ғарыштан, жердегі барлық шелөкпелерді тауысқан. Ырқынан бәлкім айырылған шығар ес ауып, ынтызар әуен ынтық қылғасын алыстан. Ұрлана қарап ұйқыға бәрі жатқасын, қалқиды шарлап білсе де оны таппасын. Ұшады ұшсын сезбейді өзі ештеңе, келеді қайтып ақ бозтан күліп атқасын. Түс көріп сосын жатады жұмсақ төсекте, жүрегі тулап, алқыны шулап қосөкпе. Ғашықтық дерті түсіп кеткесін ішіне, қалады сорлы жарымжан деген өзекке. Қайсың бар ғане,
ертегіме болосы сенетін, алданайықшы шыншыл боп кеттік неге тым, махаббат деген тірі жан емес кей уақыт, өзіңде ғана өңмеңдей сүйе беретін.